Діттеген жерге келдік. Шұлықты біз ұрламағанда кім ұрлайды? Қане, іске кірсейік. Мұның не? Жұп-шұлықтың сыңарын ғана алатынымыз есіңнен шықты ма? Жұп ба сыңар ма маған бәрібір. Мен шұлықты алғамайым басеке. Шетінен ала берем. Біз шұлық жегешпіз. Өзіміздің ұстанатын ортақ ережеміз бар. Өткен ережеңе түкіргенім бар. Құлағымды жұлып ала жазадың ғой, үлкен бастық. Әлгі мақұлықтарды қолға түсірмек түгіл, оларды ешкім көрген демес. Оларды ұстап алып, дүйім жұртқа ұсыну өзіме парыз санайым. Ханымдар мен мырзалар, бүгінгі түнгі құпияларында қонақ болған профессор Рене Кадыржабе, арнамыздан алыстамаңыздар. Өйткені бұдан әрі біз өнімді қалай алу керегімен аса әрі алмұрт жайлы керемет бейне сюжет көрсетеміз. Не істеп жатырсыңдар, жігіттер? Сен біреудің затын емденіп алдың, Сойқанбек. Ұрлыққа бірге түстік қой, қалай ұялмайсың? Осы жерден жолымыз екі айырылды. Сен ұрысың. Бұл сөздерді беті бүлкетпесең, қаланың жарым халқын жалаңая қалдырған шұлық жегіштердің серкесі айтып тұрма. Алсам шұлықтың сыңарын ғана алам. Қанша айтсам да айтқандарымның ешқайсысы миыңа қонбаған екен. Менің ұрлыққа жатпайтын іс. Адамдарға мен сыңарын қалдырам. Бір шұлық оларға, бір шұлық маған. Қойсаңдарша! Ал мұның не соншама? Саған негір көз, үлкен бастық. Ей! Өзіңнің миыңа ештеңе қонбайды. Ерте ме кеш пе, бүкіл қаланы ашсам алақанымды ұстаймын. Қалағанымды алам, түсіндің бе? Лақтырыңдар оны!